Армысыз Манас аға, қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай? Ассалаумағалейкум, рахмет. Көңіл күйім жақсы, қош көрдік. Бүгін сізбен жалпы аспаздық әлеміне шоу жасап, толықтай сұхбат алу үшін келіп отырмыз. Ендеше сұхбатымызды бастасақ. Әрине. Аспаздық әлеміне қалай келдіңіз? Жалпы кәсіби біліміңіз бар ма? Және қанша жасыңыздан бастадыңыз? 16 жасымда, яғни 9 сыныптан кейін Алматы мемлекеттік бизнес колледжіне технологиялық мамандыққа, яғни тамақтандыру өнеркәсібін басқару және ұйымдастыру мамандығына тапсырған болатын. Колледж бітіргеннен кейін Мәскеу атындағы технологиялық университетін бітірдім. Жаңа мейрамхана және қонақ үй жұмысын басқару мамандығын. Ең басында сол 16 жасымда оқуға түскеннен кейін, бір жылдан кейін тәжірибелік сабағына бардық. Жуық шамамен 17-18 жасымда аспаздық әлемге түстім десе болады. Инстаграмда жариялаған посттарыңыздың бірінің астында былай деп жазба қалдырған екенсіз. Бозбала күнімде осы ұзын қалпақты ақ киімді аспаз көрсем, қызығып армандайтын едім. Енді күнделікті жұмыс киіміне айналып деген екенсіз. Жалпы аспаз болуға, бұл әлемге келуге сізге кім түрткі болды, не себеп болды? Жалпы негізі өмірде мамандық таңдау өзі оңай іс емес қой. Сол себепті білмеймін неге екенін, бір жүрегім жақынырақ болды осы аспаздық әлемге. Өйткені бала күнімізде, бозбалалық кездерде өзімізге тамақ жасап, үйде жаңағы ата-анамызға көмектесіп деген сияқты, үйде әкпеміз мысалы бізден бөлек тұрғаннан кейін қыз баланың жұмысында араластырып үйде істей беретінбіз. Сондықтан аспаздық әлем қатты бір таңсық дүние болмады. Ер баланың да қыз баланың да жұмысын тең істегеннен кейін әр жұмысты алып кететін өзім сенімді болдым. Және аспаздық әлемі ол жаңадан осы біздің заманымызда өте жақсы дамып жатқан кәсіптің бірі. Сол себепті аппақ болып киініп, жаңағындай керемет технологиялық үрдістердің арасында жүру маған өте қызық және тартымды дүние болды. Сол себептен өзім жан дүниеме қызығушылық таныттым десек болады. Бізде тағамдарды дайындағандықтан маған таңсық дүние болмады. Бізге әйел затына тән нәрсе болып көрініп қалған тамақ дайындау деген. Ал енді аспаздық әлеміне келуіңізге ата-анаңыздың ойы қандай болды? Ол кісілердің тарапынан қандай да бір кері пікірлер болмасын? Кері пікірлер болған жоқ, өйткені маған бала күнінен айтатын, өзіңнің икемің қандай нәрсеге келеді және өзіңнің жан дүниең нені қалайды, соны істесең болады деп. Негізі мен жалпы жұмысқа өзім 12 жастан бастап кірісіп кеткем, 12 жастан бастап табыс табуға. Яғни мысалы көлік жууда да істедім, мысалы дәріханада дәрілерді жаңағы жинақтауда да істедім мысалға. Одан басқа да жұмыстар істедім. Соның бәрін істегеннен кейін бір еңбекқорлық, жан дүниемде бір еңбекқорлық сезімі оянды десек болады. Сол себепті аспаздық әлеміне қызығушылығым сол бір бала кезден оянған шығар. Сол кезден бастап осы заманауи бір мамандық таңдаған келді. Осы ұлттық тағамдарды дайындау барысында арнайы рецепттермен дайындайсыздар, қандай да бір тарихқа сүйенесіздер ме, әлде өздеріңіздің идеяларыңызбен туындаған дүние ме? Әрине, әр нәрсенің негізі бастамасы бар, яғни оригинал дейміз ғой. Яғни қуыратын нәрсе бар, пісіретін нәрсе немесе бұқтыратын нәрсе болса, оның ең бір бастамасы болады. Жаңадан идеялар сол бастамаға балама түрде қосыла береді. Бірақ та қазіргі ұлттық нақышта негізі жаңағы тарихи бастамаларға сүйене отырып істейміз ең бастысы. Ал енді осындай ерекше рецептті арнайы тағамдар дайындау барысында ұнамай қалған кез болды ма? Қонақтардың тарапынан бір кері пікір дегендей. Тамақтандыру кәсіпорны болғаннан кейін, яғни адаммен жұмыс істегеннен кейін әр пікірмен келісе беру өте қиын. Сондықтан әр адам, мысалы 10 адам болса, 10 адамның пікірі әртүрлі болады. Бірақ өзіміздің тәжірибе кезінде ондай нәрселермен негізі күнде кездесеміз, күн сайын кездесеміз. Бірақ барлығының көңілінен шығуға тырысамыз, өйткені көңілден шығу өте қиын нәрсе. Сол себепті ас үйде жүрген кезде барлық жан дүниемізбен тағам жасап, терлеп, еңбек етпесек, мысалы кейбір жерлерде ақсап, кейбір жерлерде қонақтардың көңілінен шықпай қалу мүмкін әбден. Ал осы ерекше рецептпен дайындалған тағамдардың атауы бар әртүрлі, не палау деген сияқты. Ал ол тағамдардың атын қою
сіздерге көңілге қалай келеді? Негізі ол мысалы біздің ойлап тапқан атаулар емес, яғни ол 100 жыл бұрын, мысалы 150 жыл бұрын немесе 70 жыл бұрын біздің ата-бабаларымыз қойып кеткен, атап кеткен тағам түрлері, біз тек соларды жаңғыртып, жаңа заманауи түрде ұсынып жатырмыз. Ескіні жаңартып, заманауи үлгіде ұсынып жатырмыз. Иә, өзіміздің тарихымызды, салт дәстүрімізді қайтадан жаңғыртып, халқымыз біліп жүрсін деп, халқымыз мысалы дәстүрімізді ұмытпасын деп, сол бағытта қайтадан жаңартып, сол нақышта жұмыс жасап жатырмыз қазір. Бізде бұрынғы спорт және мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының Нұр-Сұлтан қаласында колледжі бар екен. Ол колледжде аспаздыққа даярлайтын арнайы факультет бар деседі. Оның ішінде ұлттық тағамдарға даярлайтын арнайы факультет жұмыс жасайды. Жалпы аспаздық әлеміне даярлайтын осындай оқу ордаларына деген көзқарасыңыз қандай? Қаншалықты өміршең деп ойлайсыз? Жалпы кез келген оқу орындарына мен көзқарасым өте жақсы, бірақ қазір өзім жаңағындай оқу ордасы бар екенін естіп таңғалып отырмын, шыны керек. Мысалы біздің кезімізде болса, мен міндетті түрде сол оқу орнына барып тапсырар едім. Біздің кезімізде ондай болмады ғой, мысалы біз Совет үкіметінің кітаптарымен оқыдық, мысалға оны аудардық қазақшаға, солай оқып білім алдық. Ал қазіргі жастарда менің кезімдегі мүмкіндіктерден гөрі өте үлкен мүмкіндіктер ашылғанына мен мысалы шыны керек қуанып отырмын қазір. Ал болашақта осындай аспаздыққа даярлайтын өзіңіздің мектебіңізді, осындай бір оқу ордасын ашу ойыңызда бар ма жалпы, немесе шәкірт тәрбиелеу деген сияқты? Шәкірт тәрбиелеу енді ол ойланатын нәрсе. Бірақ алдағы уақытта өзімнің тәжірибеммен бөлісіп, басқа да мысалы келетін жастар, қызығушылық танытып жатқан жастарға үйрететін ниетім бар. Жалпы Манас Ысқақ үшін аспаздық бұл шығармашылық мамандық па, әлде күнделікті жұмыс көзі ме, табыс көзі ме деген сұрақ? Негізі мысалы Алла тағаланың бір жаңағы риуаятында айтады, адам өзіне ұнайтын жұмыс істеу керек. Яғни жұмыстан ләззат ала білу керек. Егер сен сол нүктені таба білсең, табыс өздігінен келе береді деген. Сол себепті бұл аспаздық дүние, яғни менің мамандығым ол шығармашылықтың түрі. Өйткені бұл әлемде күнде бір нәрсе жаңадан танисың. Күнде бір нәрсені ойлап табасың. Ойыңа күнде бірден жаңа дүние келеді. Соны іске асыруға тырысасың. Яғни әрине әр аспаздың мүмкіндігі әртүрлі, бірақ бір қызық дүние кезінде француздарда айтады, тек қана пышақпен жаңағы тақтай ғана болған, олар қазір молекулярлық асханаға деңгейіне жетіп кетті деп. Сол себепті талап пен ынта болатын болса, әрине үлкен дүниелер атқаруға болады. Қазақстанның жалпы тағам индустриясы бойынша қандай деңгейде деп ойлайсыз? Қазақстанның тамақтандыру өнеркәсібі, яғни қазір орта деңгейде, яғни әлі де бізге жұмыс жасау керек, әлі де бізге технологиялық үрдістерді, мысалы қазіргі келатқан жастарды ынталандыруымыз қажет, өте үлкен жұмыс атқарсақ, әлемдік деңгейге шығып қаламыз. Жалпы мейрамхана бизнесімен айналысатын кәсіпкерлердің жіберетін қандай кемшіліктер мен артықшылықтары бар біздің елімізде? Оған сіздің ойыңыз қандай? Біздің елімізде мысалы мен 10 жылдан астам осы ортада салада жұмыс істеп келе жатырмын. Кәсіпкерлердің бірінші қателігі қонақтарға көңіл бөледі, бірақ қонақтардың көңіл бөлу үшін қонақтардың көңілінен шығатын дүние ол яғни сервиста ол бірден бірі асхана жағын ақсап қалады, яғни толық жағдай жасалмай қалады. Сондықтан кейбір кезде ас үйдің кемшіліктері болып қалады, кейбір кезде жасалған жағдайлардың кемшіліктері болып қалады. Сондықтан аспаздар яғни мүмкіндігінен тыс жұмыс атқаруға кейде мәжбүр болады. Жалпы өзіңіз айтып қалдыңыз, 10 жылдан астам уақыт болды деп. 10 жылдың ішінде қандай жетістіктерге жеттіңіз? Ең алғашқы өзіңіз үшін жетістік қай уақытта басталды? Ең алғаш 18-19 жасымда 2012 жылы ең алғаш Алтын дастархан ұлтаралық конкурсына қатысқан, аспаздар конкурсына. Сол жерде
колледжimiz негізі тарихта бірінші рет қатысты. Бірінші рет екі студент болып қатысып, екеуміз де бірінші орын алған кезіміз болған. Сол себепті сол кез маған өте ыстық. Ең бірінші рет сондай үлкен конкурсқа қатысып, бірінші орын алып, жаңағы бір көкке көтерілгендей болып өзіміз тарихта қалған күн болды десеңізші. Тарихта қалған күн болғандай болды. Әлі күнге дейін Алматы мемлекеттік бизнес колледжінде сыйлап, құрметтеп, менің суретімді және жаңағы мақтау грамотамды іліп қойған жайы бар. Тамаша, керемет. Жетістіктеріңіз көп болсын. Келесі сұрақ: үйде кім тамақ жасайды? Ой, оны айтпай қойсам болады. Достарым мен мазақтайды кейін деп қалжың ғой. Қалжың әрине, үйде келіншегім жасайды тағам, бірақ өзім де көмектесем. Бір жағынан шығысып, кейде иығым ас үйге қарай тартып, қолым шалып бірдеңені турап, ұрсысып кететін жағдайларымыз да болып жатады кейде. Осы аспаздық әлемінде жүрген кезіңізде есіңізде қалған бір қызықты оқиғаларыңыз бар ма? Ойлану керек, негізі қызықты дүниелер күнде болады ғой, қызықты жайттар күнде болады. Ұятты нәрселер болып қалады кейде, мысалы бір ұялып, іштей қызарып, енді бір қатты атап өтетіндей есіме түспей тұр. Кейін есіме түскен кезде жазып жібере салайыншы. Де жариялайтын боламыз. Болашаққа қойған қандай арман мақсаттарыңыз бар, қандай жоспарыңыз бар? Осы 10 жылдан астам уақытта біраз жетістікке жеттім деп отырсыз. Қазірдің өзінде бүкіл Қазақстанда аузына қаратып отырған Сандық мейрамханасының білдей бас аспазысыз. Рахмет. Бұл жердегі тағамдардың барлығы таңдай қақтырады. Болашақта қандай жоспарларыңыз бар? Енді айта кететін жайт, енді мен жалғыз өзімнің бұл атқарып жатқан ісім деп айтпаймын. Ең біріншіден жаңағы қолдап отырған, мысалы мені бағалап отырған адамдарға, мысалы жаңағы басшылығымызға көп рахмет. Екіншіден Алла тағаланың бұл нәсібі десек болады, Алла тағаланың сондай бір ризығы десек болады. Алдағы мақсат тек қана тоқтамай, алда көп жұмыстар бар атқарылатын. Ұлттық нақышта әлі де біраз жұмыстар атқару керек бізге. Мақсатым болашағымыз айқын болу үшін еңбек етіп, келер ұрпаққа өзімнің бала-шағам болсын және артымыздан еріп келе жатқан іні қарындастарымыз болсын, соларға бар білетінімді бөлісіп, менің жіберген кемшіліктеріммен менің қолдана алмай қалған мүмкіндіктерім соларды келер жастар қолданса екен деп. Өйткені ол еңбек кейін біздің еліміздің тарих дәстүр, мысалы ұлт санамыздың жаңағы бір көркеюіне жаңағы бір көмегі септігі тиіп қалуы мүмкін. Сондықтан білім және еңбек алдағы қойған мақсатымыз. Өсу дейсіз жалпы. Өсу, әлі де үйренетін, білетін, оқитын нәрселеріміз өте көп. Әрине, арман деген бір белес, біріне шықсаң бір бар дейді ғой. Шығар белесіңіз көп болсын. Көп рахмет. Сіздей өз ісін жақсы көріп, ерекше махаббатпен жасайтын мамандар Қазақстанда көп болсын деп айтқымыз келеді. Рахмет. Ұлттық тағамдарымызды одан әрі дәріптеп, тек қана Қазақстан емес, бүкіл елге паш етіп, біздің Қазақстанның тағамдарын паш етіп жүре беріңіз. Алла разы болсын, рахмет көп. Үлкен рахмет сұхбат бергеніңізге. Толығай табыстар тілейміз. Құрметті достар, бізбен бірге болыңыздар, аман сау болыңыздар.